Сәлеметсіздер ме? Менің атым Рахимов Ертай. Және бүгінгі видео сабақта біз Scratch'ті үйренуді жалғастырамыз. Және бүгінгі сабақтың тақырыбы цикл. Кез келген бағдарламалау тілінде C++, C#, Python болсын, олардың әрқайсысында цикл ұғымы бар. Цикл біздің бағдарламамыздың кодымызды ықшамдауға жеңілдетуге көмектеседі. Мысалы, өткен сабақта біздер қалам арқылы шаршы суретін салған болдық. Бірақ оның ішінде бізде кодтың бір бөлігі 4 рет қайталанды. Ол кезде егер біздер циклды қолданатын болсақ, ол біз үшін өте ыңғайлы және кодымыз өте қысқа болушы еді. Сондықтан бүгін біздер осы циклды үйренеміз. Scratch бағдарламасында циклдар басқару бөлімінде орналасқан. Бізде циклдың 3 түрі бар. Ол белгілі бір рет қайталау, әрқашан шексіз цикл, яғни шексіз рет қайталау, және белгілі бір оқиға болғанша дейін қайталау. Олардың барлығы белгілі бір іс-әрекетті бірнеше рет қайталап отырады. Бүгінгі сабақта біздің кейіпкеріміз мысық экранда шеңбер суретін салсын. Ол үшін біздер кодымызды қайтадан жалауша басқан кезде деген блоктан бастаймыз. Одан кейін басқару блогында біздер белгілі бірнеше рет қайталау деген блокты аламыз. Енді біздер шеңберді қалай саламыз? Шеңберді салу үшін біздің кейіпкеріміз алға қарай 2 қадам жасасын деп айтайық. Одан кейін ол 1 градус сол жаққа бұрылу керек. Солай ол 360 рет қайталайтын болса, экранымызда шеңбер шыға келеді. Оны тексеріп көрейік қазір. Қайталымдар саны біздер айттық 360 рет. Яғни 1 градусқа солға бұрылады, және осы іс-әрекет 360 рет қайталанса, бізде экранда шеңбердің суреті шығады. Одан кейін біздің кейіпкеріміз алға қарай, мысалы 2 қадам жасасын, одан кейін әрбір қайталымнан кейін ол солға қарай 1 градусқа бұрылсын. Енді біз қалам деген блокты ұмытпайық. Ең үстіде біздер тазалау дегенді қосамыз. Одан кейін қаламды түсіру дегенді қосамыз. Енді жалаушыға басып тексеріп көрейік. Біз көріп тұргендей, біздің кейіпкеріміз экранда шеңберді салып бастады. Өткен сабақта біздер осы қаламның сипаттарын өзгертіп көрдік, яғни оның өлшемін. Қазір біздер мына сызықты кішкене үлкейтейік. Қаламның өлшемі 1 деп орнату, бірақ 1-дің орнына біздер кішкене үлкейтейік, 10 дейік. Және түсін өзгертейік. Біздер кемпір қосақ түспен біздің шеңберімізді бояуға болады. Ол үшін біздер қаламның түсін өзгерту дегенді алайық. Және мына циклдың ішіне қосайық. Бірақ 10-ның орнына 1 дейік. Енді қас көрейік. Жалаушыға басайық. Біз көріп тұрғандай, кейіпкеріміз кемпір қосақ түстерімен біздің жаңа шеңберімізді суретін салып отыр. Егер біз қадам санын азайтатын болсақ, яғни 1 деп қойсақ, шеңберіміз 2 есе кішкентай болып келеді. Осындай қызықты бағдарлама бүгін бізде шықты. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.